Сәлем достар, бүгін красный бархат тортының жасалу жолын көрсетемін. Ыдысымызға 3 жұмыртқамыз салып аламыз. Үстіне 300 грамм шекеріміз саламыз. Шекеріміз ерігенше жақсылап миксерлеп аламыз. Астекордың осындай красный бархатқа қосатын қызыл красителін 300 грамм айранымызға 1 қасық чай қасықпен салып араластырып, сұйық массамызға салатын боламыз. Үстінен 200 грамм сұйық майымызды құямыз. 15 грамм разрыхлитель, 1 ас қасық какаомызды 350 грамм ұнымызға салып, біріктіріп, араластырамыз. Сұйық массамызға біртіндеп аз-аздан салып шығамыз. Жақсылап түйіршіктері қалып қоймай үшін жақсылап миксерлеп аласыздар. Мен жаңа сұйық массамды, осындай дайын болған массамды 4-ке бөліп алдым. Примерно 280-290 граммнан шығады. Ыдысымыз 22-лік формаға салып, жақсылап шет-шеттеріне жеткізе отырып, бірінші шет-шеттерін тегістеп аласыздар. Өйткені тесто ортасына үйіліп қалмау керек. Осылай шеттеріне жеткізе отырып, тегістейсіздер. Сол кезде тестамыз бір тегіс болып, піскенде бір тегіс болып шығады. Қызып тұрған пешімізде 200 градуста 10-15 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскенде зубочисткамен тексеріп көреміз. Зубочисткамыз құрғақ болса, пісті деген сөз. Осындай 4 тестамызды пісіріп, суытуға жібереміз. Тестамыз суымыз дегенше креміміз жасаймыз. 225 грамм творожный сырымызды салып, 225 грамм сахарный пудрамыз саламыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. 450-500 граммдай сливкемізді құйып, біріктіріп, жаймен скоростта, үлкен скоростқа дейін қоймалжың масса болғанша миксерлейміз. Креміміз дайын. Креміміздің көмегімен торттарымызды біріктіретін боламыз. Бетіндегі осындай корждарымызды жан-жағына салу үшін кесіп аламыз, бетіндегі томпиған жерлерін. 2 шақалақтан кремімізді сала отыра, тортымызды жақсылап біріктіретін боламыз.
осылай кремімізді тегістеп алып, пышақтың көмегімен қалпымызды шешіп, тортымыздың сыртында креммен тегістейтін боламыз. Жақсылап біркелкі етіп тегістеп алып, мұздатқышқа 3 сағатқа жіберетін боламыз. Денесі жақсылап салқындаған тортымыздың сыртындағы жаңа кесіп алған корждарымызды блендердің көмегімен ұнтақтап алып, осылай сырттарына өгіндісін жақсылап жағып шығамыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Видеом ұнаса, маған тіркеліп, комментарийге жақсы пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.